Сәлем, бүгін мен өте жұмсақ болып шығатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізде қажетті жылы сары суымызға ашытқымызды, тұзымызды, керегінше ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыз одан да жұмсақ болу үшін аздап күнбағыс майды құюды ұмытпаймыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін дөңгелек форма беріп, формамызға қойып шығамыз. Мінекей осылай қойып шығамыз әр нанымызды. Аздап үстінен басып, бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 30 минут өткеннен кейін нанымызды күлше етіп жасаймыз. Үстіне қамырымыз тағы да жұмсақ болу үшін бір кеңес беремін. Ол үшін сары уызға, яғни жылтоққа 1 қасық айран салсаңыз, наныңыз одан да бетер жұмсақ болып шығады. Осыны жағып болғаннан кейін 25-30 минутқа 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басуды, комментарий жазуды, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі кездескенше.